Жол апатынан көз жұмған адамға сараптама қалай тағайындалады? Және оның мезгілі қанша уақыт? Мерзіміне келетін болсақ, ол жерде 10 күннің ішінде қарау жүргізіп, мәйітті сол сараптамамен тексеру жүргізіп, қорытындысын шығарады. 10 күн ішінде жасау керек оны. Біздің осы кейбір көрермендеріміз хабарласқан осы уақыттың ұзақтығына шағым айтып жатады. Тым ұзақ, мәйітті алмай жатырмыз, мәңгілік мекеніне аттандыра алмай жатырмыз деп. Ол 10 күн тым ұзақ емес пе, қалай ойлайсыз? Сол 10 күн тексеру, зерттеу, сараптау барысында марқұмның денесі, мәйіті сол жаңағы мәйітханада жата бере ме? Тәжірибеде қалай негізі? Тәжірибеде былай. Бұл жерде қылмыстық істің күрделігіне байланысты. Яғни, енді қазір біздің түсірілім, яғни көлік оқиғасы салдарынан қаза тапқан жағдай болғандықтан, енді видеоларда да қазір ашық қой бәрі. Не бір өлімдерді көріп атамыз, қолдар бір жақта, аяқтар бір жақта, бастар бір жақта. Ол өте күрделі сараптаманың түрлеріне жатады. Сондықтан 10 күн дегенім менімше, менің субъективті ойыма бұл жеткілікті мерзім деп ойлаймын. Ал практикада кейбір кезде ол мерзімді 1 айға дейін созылуы мүмкін.